Балақай, қайырлы таң. Сіздермен мен Балғаным Жанболатқызы және де Шәкірт онлайн мектебі. Бүгінгі көңіл-күйлеріңіз қалай? Тамаша. Ендеше бүгінгі сауат ашу сабағымызды қанекей бастайық. Ол үшін оқулығымызды алып аштық. Тамаша. Оқулығымызды алып дайын болсақ сабаққа, бүгінгі тақырыпты білу үшін экранға зер салыңдаршы. Мұнда не көріп тұрсыздар? Бұлар не екен? Қанекей жауап берейік. Дұрыс айтасыңдар. Бұлар оқу құралдары екен. Ендеше бүгінгі біздің бөлімшеміздің атауы оқу құралдарымен таныс болайық. Қанекей ендеше экранға зер салыңдар. Оқу құралдарымен танысып шығамыз. Ең алғаш тұрған ол кітап. Тамаша, онымен біз әріптер үйреніп, түрлі сандар, барлығын осы кітаптан үйренетін боламыз. Келесі бұл дәптер. Келесі қарандаш. Келесі оқу құралы қалам екен. Ал келесі оқу құралын қарай қойшы. Сен білесің бе, бұл не? Дұрыс, бұл әрине өшіргіш. Онымен не істейді? Дұрыс сызылмаған сызықтарды осы өшіргіштің көмегімен өшіреміз. Тамаша. Келесі біздегі бұл сөмке. Ал ол не үшін қажет? Я, жауабыңды күтіп тұрмын. Дұрыс айтасың, сөмке осы оқу құралдарының барлығын салу үшін қажет екен. Біз мектепке осы сөмке арқылы оқу құралдарын таситын боламыз. Тамаша. Ал соңғы оқу құралының атауы қандай? Кім біледі? Дұрыс, бұл әрине сызғыш екен. Керемет. Бұл оқу құралымен не істейміз? Дұрыс айтасың, бұл оқу құралымен біз сызықтар сызады екенбіз. Жарайсыңдар. Ал ендеше біз бүгінгі бөлімшемен танысып алдық, оқу құралдарының түрлерін біразын біліп алдық. Ал сабақ бойы қазір біз барлығын меңгеріп алатын боламыз. Ал бүгінгі біздің жаңа тақырып сөз деп аталады екен. Тамаша. Ендеше оқулығымыздың бірінші жаттығуына зер салайық. Қане, барлығымыз қарадық. Өлеңді мұқият тыңда. Ал қанекей, құлағымызды түріп, өлеңді мұқият тыңдаймыз. Бұл өлеңде не айтылған екен? Сауатыңды ашатын кітап білім бұлағы. Нұрын бізге шашатын ол өмірдің шырағы. Бұл Ләйла Мамытбекова деген апайымыздың өлең шумағы екен. Қанекей, балақай, саған сұрақ. Өлең не туралы? Дұрыс айтасың. Бұл білім туралы екен, я? Бізге берілетін білім туралы. Керемет. Ал сіздерге тағы бір сұрақ қояйыншы. Сауатыңды ашатын қай кітап? Тамаша, жарайсың. Бұл әрине сауат ашу кітабы. Сенің қолыңда тұрған оқулық. Я, біз кітапты екі сөзбен айталамыз. Оқулық, кітап деп. Жарайсың. Өлең мағынасы түсінікті болса, бұл яғни біздің сауатымызды ашатын, біздегі қазір қолымызда тұрған сауат ашу оқулығы екен, я? Кітаптың барлығында бізде бұлақтай білім бар екен. Нұрын шашып тұратын, ол бізге өмірдің шырағын береді екен. Ал ендеше өлең шумағы түсінікті болған болса, келесі жаттығуға көшейік. Мен сіздерге қазір тапсырмасын оқып беремін. Мұқият қанекей зер салып тыңдай ғой. Берілген заттардың алғашқы әріптерінен құралған сөз сұрақтың жауабы болады. Ал қанекей, ойланып жауап бере ғой. Мұнда берілген суреттің ең алғашқы әріптерін
жазып орналастырсаң анаңның көмегімен, я? Осы жердегі сен сұрақтың жауабын табасың. Мен саған уақыт беремін. Уақыт кетті. Ал қанеки, анаңның көмегімен суреттердің алғашқы әріптерінен сұрақтың жауабын таптың ба, балақай? Ол қандай жауап шықты? Қане бірге оқып көрейік. Сауат ашу сөзі шыққан екен. Тамаша. Ендеше балақай, есіңде сақта. Мына ережені мұқият тыңдап ал. Және оны мұқият жаттап, есіңе сақтап ал. Келістік пе? Қанеки, ендеше тыңдай ғой. Айналамыздағылардың бәрінің атауы бар. Яғни біздің жан-жағымызда, айналамыздағы заттардың барлығының атауы бар. Оны бір-бірімізге сөз арқылы жеткіземіз. Жазуға үйренгенше сөздің сызбасын пайдаланамыз. Сөздің сызбасы мынадай екен. Зер салып мұқият қарап ал. Керемет. Яғни балақай, бұл ережені есте сақтау үшін қанеки мағынасын түсініп қайталап алайықшы. Ал қанеки, бірге айналамыздағы барлық заттардың несі бар екен? Дұрыс айтасың, атауы бар. Оны бір-бірімізге не арқылы жеткіземіз? Дұрыс, сөз арқылы жеткіземіз. Тамаша. Жазуды біз үйренгенше сөзді қандай белгімен белгілейді екен? Дұрыс, надай белгімен белгілейді екен. Жарайсың. Осы ережені есіңе сақтап ал. Қанеки балақай, жаңа сабақ саған түсінікті болып жатыр ма? Денең шаршап қалды ма? Ендеше сіздерге көмекке сергіту сәті келеді. Орнымыздан тұрып, балабақшамызға саяхаттап келеміз бе? Ұзын құлақ сыр қоян әуенін айтып, қанеки, ендеше барлығымыз орнымыздан тұрып, бірге бейне роликпен қайталаймыз. Ұзын құлақ сыр қоян естіп қалып сыбдырды, ойлы қырлы жерлермен ытқып секірді. Қарап еді артына қиығын сап көзінің, келе жатқан тоңпаңдап көжек екен өзінің. Қарап еді артына қиығын сап көзінің, келе жатқан тоңпаңдап көжек екен өзінің. Жарайсыңдар. Барлықтарың сондай құлақтары ұзын қоян екенсіңдер. Керемет секіреді екенсіздер. Тамаша, бойларыңыз сергіп қалды ма? Керемет. Жарайсыңдар. Ендеше келесі біздің оқулықтағы тапсырманы орындауға кірісейік. Үшінші тапсырмаға да келіп жеттік. Қане, мен тапсырмасын оқимын. Мұқият тыңдай ғой. Суретте көрсетілген заттарды ата. Қане, ең алғашқы суретте не көріп тұрмыз? Дұрыс, бұл оқулық. Атауы қалай? Сауат ашу. Керемет. Келесі ненің суреті? Дәптер. Жарайсың. Ал оның жанында тұрған? Дұрыс, сызуға арналған бұл карандаш екен. Келесі бұл өшіргіш. Керемет. Ал астындағы суреттерді атап өтейік. Ненің суретін көріп тұрмыз? Дұрыс, бұл раушан гүлі екен. Керемет. Оның иісі қандай болады, балақай? Жұпар иісті. Раушан гүлін кімдерге сыйлайды? Аналарға, қыздарға, әжелерге сыйлайды екен. Сондай олар біздің қыздар сияқты, әйел қауымы сияқты әдемі. Сондықтан әдеміліктің белгісі ретінде біз не істейміз? Сыйға тартамыз. Жарайсыңдар. Келесі ненің суретін көріп тұрсыңдар? Әрине, бұл көлік екен. Ойыншық көлік. Біздің ұл балаларымыз осы ойыншық көлікпен ойнағанды жақсы көреді. Солай ма? Тамаша. Ал қанеки, келесі соңғы ненің суреті? Ол жұп-жұмсақ сондай. Дұрыс, бұл қонжық екен. Бұл да
неге жатады? Ойыншыққа. Қонжықтарың бар ма барлықтарыңның? Жып-жұмсақ па? Тамаша. Ендігі сіздерге біз мына суреттердің барлығын атап шықтық. Керемет, жарайсыңдар. Барлық суреттердің атауын біледі екенсіңдер. Тамаша. Ал енді осы суреттердің ішінде сөмкеге оқушыға қажетті оқу құралдарын сызық арқылы қосып сал дейді. Ол үшін бізге жай карандаш қажет. Қанеки, сөмкеге оқушыға қажетті оқу құралдарын орналастырып беріңдерші. Тамаша, оқушыға оқу құралдарын сөмкесіне орналастырдыңдар ма? Қанеки, ендеше дұрыс орналастырдыңдар ма? Бірге тексерейік. Оқу құралдарына не жататын еді? Я, дұрыс. Біздегі оқулық сауат ашу кітабы жатады. Керемет, жарайсыңдар. Сіздер ең алдымен осы оқулықты сыздыңдар. Дұрыс па? Тамаша, келесі дәптер дейді. Оқулықтың жанына дәптерді сөмкеге салдым дейді. Жарайсыңдар. Келесі. Нені салдыңдар? Дұрыс, карандашты салған екенсіңдер. Яғни жұмыс дәптеріне жазу үшін, сызықтарды сызу үшін нені салдық? Карандашты салдық. Ал келесі тағы да оқу құралдары бар ма екен? Қонжықты салдым дейме? Қонжықты салған оқушылары бар ма балақайлар? Қонжық оқу құралына жата ма? Әрине жоқ. Қонжық ол ойыншық екен. Қонжықты біз мектепке алып бармаймыз. Оны тек үйде ғана ойнау қажет екен. Сондықтан қонжықты салмаймыз. Қателеспеңіздер. Келесі. Дұрыс, өшіргішті салдық. Ол не үшін қажет бізге? Дұрыс, біз сызықтарды және жазбаларды жазғанда қателессек, өшіру үшін қажет екен. Ал керемет, қалған біздегі қалып қойған заттар оқу құралдарына жата ма? Жоқ, әрине, шатастырып қонжық сияқты салып алмаймыз. Раушан гүлін, көліктерді салып алуға болмайды екен. Я, олар оқу құралына жатпайды. Тамаша. Сіздер оқу құралдары қайсысын сөмкеге салу керектігін біліп алдыңыздар. Енді мектепке барғанда дәл осы оқу құралдарын салып алыңыздар. Ойыншықтарыңызды тастап кетіңіздер үйге. Үйге келген соң ойнайтын боласыздар. Келістік пе? Жарадыңдар. Ендеше қанеки балақайлар, біздің оқулықпен жұмысымыз аяқталып, біз қазір жұмыс дәптеріне көшетін боламыз. Ол үшін жұмыс дәптерімізді қанеки бірге ашайық. Жұмыс дәптерінің 8-ші бетін барлығымыз аштық. Жұмыс дәптерінің 8-ші бетін ашсақ, ең бірінші тапсырмада не көріп тұрмыз? Ой, тамаша! Бұл суретте қандай оқу құралдары берілген екен атап өтейікші? Қарандаш, қалам, сөмке және сызғыш, кітап берілген екен. Бұл суретте де біздің оқу құралдарымыз алдыңғы сабақтағыдай жартылары сызылмаған, яғни толық сызылмаған екен. Біз ендеше оны қазір ненің көмегімен сызамыз? Дұрыс айтасыңдар, бізге жай карандаш көмекке келеді. Жай карандашпен қазір барлық үзік сызықтарды сызып шығамыз. Ол үшін карандаш ұстау естеріңізде ме? Есімізге түсірейік. Қай саусақтарымыз көмекке келетін еді? Дұрыс, бас бармақ, балан ерек, үлкен терек саусақтарымыз көмекке келді. Енді карандашты осы саусақтарға орналастырамыз. Ол үшін бас бармақтың үстіне қойдық, балан ерек үстінен басты, ортан терек дәл ортасынан бекітіп қатты ұстады. Енді оқу құралдарын қанеки үзік сызықпен қосып шыға қойыңдар.
Оқу құралдарының барлығын үзік сызықтармен қосып болдық па? Жарайсыңдар. Ендігі кезекте бізге не істеу қалды? Дұрыс, енді осы оқу құралдарын әсемдеп, бояу қажет. Ал сенің карандашыңның түсі, қаламыңның, сызғышыңның, сөмкеңнің, кітабыңның түсі қандай болса, осы суретке дәл солай етіп бояп шық. Сыртына шығармай, бір келкі етіп бояй ғой. Келістік пе? Ал, уақыт кетті. Тамаша балақай, барлығын бояп аяқтап болдың ба? Жарайсың. Ендеше келесі астындағы тапсырмаға зер сала ғой. Бұл сызықтар. Ал қанекей бұл сызықтар көлбеу сызылған екен. Неше сызық екенін қане санап өтейікші? Бірге санадық. Бұл сызықтар бізде жазу жолының, екі жазу жолдың арасында сызылған екен. Санайық. 1, 2, 3. Неше сызық екен? 3 сызық. Тамаша. Келесі дәл біздегі бірінші жазба жолдың ішіне сызылатын сызықта саны нешеу? 3. Қанеке санадық? 1, 2, 3. Керемет. Енді бұл сызықтарды біз жоғарыдан, жоғарғы бағыттан төменгі бағытқа қарай көлбеу етіп сызатын боламыз. Қолыңа карандашты алып дайындай ғой. Қане бірге сызып бастадық. 1, 2, 3. Тамаша. Ендігі келесі кезектегі бұл жазу жолының ішіне қиғаш сызық сызамыз. Көлбеу сызық. Қанеке кеттік бірге? 1. Жазу жолының ішінен асырмаймыз. 2, 3. Тамаша. Дәл осылай ары қарай үзік сызықтарды қосу арқылы сызып шық. Балақай, аяқтап болдың ба? Тамаша. Ендігі келесі астындағы сызықтарды балан үйрек саусағының көмегімен сызатын боласың. Есіңде ме? Есімізге түсіріп, қанекей сызып бастадық. Тамаша. Жарайсың балақай. Біздегі енді тапсырмалардың барлығы аяқталған екен. Бірақ сенде жұмыс дәптеріңде тағы да бір жазба жолдағы сызықтар қалды. Оны үйге тапсырма ретінде беремін. Яғни 8-ші беттегі бос жазба жолдардың барлығын осы сызықтармен толтырып шық. Келістік пе? Және де үйге тапсырма, бірінші жаттығудағы өлең шумағын жаттап ал. Оны видеоға түсіріп чатқа жібер. Келістік. Ал ендеше бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Бүгінгі сабағымыз қызықты әрі көңілді өткен болса, сіздер лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Келесі ертеңгі сабақта жүздескенше сау болыңдар.